біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған біліктілікті арттыру курсы өткізілді. Курс аясында тыңдаушылар Ақтөбе қаласындағы номері 30-шы орта мектептің базасында өткен бастауыш мектепте белсенді оқыту тәсілдерін қолдану тақырыбындағы семинар практикумға белсене қатысты. Бастауыш сынып мұғалімдері Абилдаева Айсұлу Емберген-қызы, Сейткамалова Гүлбағда Зинолла-қызы, Тастаева Ақбаян Мейірімхан-қызы белсенді оқыту тәсілдерін көрсетіп, өз тәжірибелерімен бөлісті. Семинар практикум жоғары деңгейде өткізіліп, өз мақсатына жетті.